Самал-бір шағын ауданындағы Мейірбеков көшесінде тұратындардың айтуы бойынша 2012 жылы көше құрылысы басталып, бәрі жоспар бойынша келе жатқан екен. Алайда сол уақытта Шымкент билігінде ауыс-түйіс орын алып, қала тізгініне келген жаңа әкім күтпеген жерден құрылысқа қарсы шығып, аяқ астынан оны тоқтатып тастапты. Түріктің компаниясы болған, соған берген, жол батыс Қытай, батыс Европа салып жатқан. Солар кеп мынаны қазып, комбайнмен жарты метрдей. Оны трамбовать етті бәрін дайындап, асфальтқа дайындап қойып, 2 май күні 14 жылы саламыз деген күні техникаларын жинап алып кетті. Сол күні себебін сұрасақ, себебі сол кезде Түркістаннан әкім болған Молдан Сейіт деген жігіт өші қайрат. Соны әкім болып келгендағы жаңағы тендерді дұрыс жасалмаған деп, солармен бір күнде техникасын жинаттық, асфальтта 2 май күні асфальттаймыз деген күні қарасақ техника жоқ. Кейіннен жол құрылысы қайтадан жалғаспаған, керісінше коммуналдық жүйені жүргізгендер жыл сайын әр жерінен қазып, тас жолды қайтадан топыраққа айналдырыпты. Салдарынан қаланың қақ ортасында тұрған шағын ауданның тұрғындары мегаполисте емес, өздерін тура бір шалғай ауылда тұрып жатқандай сезінеді екен. Көрген күніміз осы шаң, топырақ, жаңа ылай, қашанғы төсейміз, 3 рет төсеттік осы неге ақша жинап иә. Сол бізге как положено нормальный асфальт керек, кәдімгі условияменен. Мынарғы лоток керек, одан кейін тротуар керек, хотя бы бір көшенің бір шетіне. Жазда шаңға қақалып, қыста лайдан көз ашпадық деген жұрт. Шағын ауданға соңғы кездері қоғамдық көліктерде сирек қатынайтынына ренжулі. Бұл жағдай әсіресе егде жастағыларды қыспақ қалып отырғанын жасырмайды. Себебі қарттарға діттеген жеріне бару үшін аялдамаларда сағаттап тұруына тура келеді екен. Бұл ауылда тұрғаннан жаман енді. Автобус остановкамыз саптеқс деген анау неге жетеміз? 3 остановка. 33 деген общий жүрмейді. Остановкамыз аз, автобусымыз жоқ, жеріміз мынау, жүрісіміз мынау. Бұл қаяқтан 3-ші мегаполис бұл. 3-ші мегаполис деп қояды. Мына үй арасындағы жолды жөндемейінше бұл мегаполис болғанына сенбейміз біз. Қала тұрғындарының арызын арқалап жауаптыларды жағаладық. Олардың сөзінше қазір Самал-бір шағын ауданында орталық кәріз жүйелерінің құрылысы жүріп жатқандықтан жол келесі жылы басталатын көрінеді. Кәріз жүйесі биыл басталып келесі жыл аяқталады. Біздің көшелер де тоже кәріз жүйесінен кейін жүргізіліп, биыл басталып, келесі жыл толығымен аяқталады. Оның 48 көшенің ішінде Мейірбеков көшесі де жөнделеді. Жол құрылысына жауаптылар Самал-бірдегі көше 2019 жылы басталатынын айтады. Ал жергілікті жұрт болса, билік өкілдерінің бұл кезекті уәдесі болар деп оларға сенгісі келмейді. Ерлан Отарбаев, Дастан Әбдиев, ТВК телеарнасы.